Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қолмен доғалы дәнекерлеу жүктердің орындау техникасы. Оқу мақсаты қолмен доғалы дәнекерлеу кезінде жүкті қалыптастыруда жабылған электродпен дәнекерлеу, электродтың негізгі қозғалысын көрсету, дәнекерлеу кезінде еңбек қауіпсіздігін сақтау. Пісіруді бастаудан бұрын дайындық жұмыстарын жүргізу керек. Арнаулы киім кию керек, пісіру аппараттарын дайындау, жұмыс орнында артық заттар болмау керек. Металдың қалыңдығына байланысты пісіру режимін таңдау. Металды пісіруге дайындау. Бірінші тазалау, түзету, белгілеу, кесу. Жұмыс уақытында еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігін толық сақтау керек. Дәнекерлеу доғасын жағу тәсілдері. Бірінші тәсіл: доғаны металл бетіне электродтың қысқа жанасуымен жағамыз, және доғаның қажетті ұзындығына 4 мм жылғам жоғары бұрады. Екінші тәсіл: электродты 4 мм қашықтықта металға жақындату. Сонан кейін электродтың ұшымен металдың бетіне ысқылау және доғаның қажетті ұзындығынан жылдам жеткізу. Пісіру бағыттары болуы мүмкін: өзіңе қарай, солдан оңға қарай, оңынан солға қарай, өзіңнен әрі қарай. Енді әрқайсысын қалай пісіруге болатынын көрейік. Дәнекерлеу бағыты өзіңе қарай. Дәнекерлеу кезінде болатын жіберетін қателіктер. Бірінші, ол электродтың бұйымға жанасуы қысқа мерзімге болуы тиіс. Себебі олай болмаған жағдайда ол бұйымға балқып жабысып қалады. Жабысып қалған электродты оны қатты оңға және солға бұра отырып жұлып алған жөн. Жабысып қалу себебі тоғы дұрыс қойылмаған, тоқ аз көбейту керек. Егер де металды тесіп өтсе, онда тоқты азайту керек. Дәнекерлеу кезінде тағы да жіберетін қателіктер. Ол бірінші, пісіру жылдамдығына байланысты. Пісірілетін жүк желісінің бойымен қозғалу. Осы қозғалысының жылдамдығы пісіру тоғыны, электродтың диаметріне, оның балқу жылдамдығына, жүк түріне және басқа факторларға байланысты. Ұзын доға өзіне тән шыжылдаумен тұрақсыз түрде жанады. Бұл ретте балқудың тереңдігі жеткіліксіз. Электродтың балқыған металл шашырайды және көбірек қышқылданады. Жүк қалыпсыз болып шығады. Электродтың бірінші және екінші қозғалыс нәтижесінде ені электродтың диаметрін аспайтын жүкті білікше пайда болады. Бүгін біз доғаның жағу тәсілдерін және қандай бағыттары болады екен көрдік. Өндірістік тәжірибе кезінде осы әдістерді қолданамыз. Келесі сабақта қозғалыс түрлерінің жүктің қалай аяқталатынын, пісіру кезінде қандай қателіктер болатынын талдаймыз. Үй тапсырмасы: металл пісіруге дайындау. Екінші, металға байланысты пісіру режимін таңдау. Назарларыңызға рахмет.